Мұса мен Аринаның масқарасы шықты. Жаңа қосылайықтың ескі атаңызға айналған қатысушысы Мұса өз отбасына қайта оралған бойда оның артында атышулы оқиғалар орын алды. Эфирдің бірінші күні Мұса келгенде Айда мен Арина Мұсаға қарап майысып сызылып қалды. Желі қолданушылары Айда мен Аринаның бұл әрекетін түсінбеді. Бүгін эфирдің екінші күні Мұсаға басы кеткен Арина Мұса баламыздың жанынан шықпады. Студия сыртында Арина Мұсаны тартып алу үшін қызу әрекет жасап жатыр. Бүгінгі эфирде студия сыртында Арина мен Мұса жақын отырып, бірге тамақтанды. Арина Мұсадан көзін алмай құмарлана қарады. Ал Мұса күлген көздерімен үнсіз қарады. Альмира ханым эфир кезінде Тимур мен Аринаны студияға шақырды. Тимур ашуланып Аринаға ренжігенін айтты. Арина мені Ханзада байқауында жалғыз қалдырып, шетелге ұшып барады. Неліктен ол мені қолдау үшін менімен бірге жүрмей, шетелді таңдады. Қатысушылар Тимурдың сөзін құптады. Нұрдәулет Айда мені қолдап қасымда жүру үшін Қырғызстаннан келді. Сен Тимурды тастап, Ханзада таңдауы бола тұра шетелге кетіп бара жатырсың деді. Ақбота бар шындықты жайып салды. Альмира ханым Арина қазір Мұсаға ғашық. Ол Мұсаның жанынан кетпейді деді ашуланып. Альмира ханым Мұсаға егжей-тегжейлі айтып беруін құрады. Ал Мұса Тимурға неге ашуландың, шетелге кетсе кетсін. Жігітсің ғой мұңайма деді. Кейін Мұса Арина менімен бірге 15 қарашада шетелге ұшатынын айтты. Мұны естіген Тимур көзіне жас алды. Яғни Мұса мен Арина шетелге бірге ұшпақ. Олардың шетелде не істейтіні әзірге белгісіз. Альмира ханым өз орындарыңа отырыңдар деді. Арина Тимурдың жанынан шығып Мұсаның жанына отырды. Тимур үнсіз қалды. Естеріңізге сала кетейік, Аринаның Мұсаға деген сезімі осы жылдың сәуір айында Ержанның баласының бір жас тұсаукесер тойында белгілі болған еді. Тойда Мұса мен Арина вальс биледі. Осы жайт бүкіл желілерде тарап кетті. Тіпті мырза Аринаға үміткер ретінде келеді деген қауесет тарады. Бірақ Мұсаның Аринаға деген сезімі болмады, сондықтан ол оған үміткер ретінде келмеді. Назар аударсаңыз, Мұсаның биылғы маусымға қатысуын пайдаланған қызымыз Арина Мұсамен жұптаспақ ниетте. Мұсаның жауабы әрине жоқ болады. Сондықтан Агатаның жанкүйерлері алаңдамау керек.